Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте оңай 15 минутта пісіп шығатын печеньенің рецептін ұсынатын боламын. Және бұл рецепт таразысыз жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа қажет. Осы 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жақсылап араластырып, үстіне 1 кесе қантымызды қосамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ешқандай таразы қолданбаймыз. Барлығын көз мөлшермен және кесенің көмегімен жасап шығатын боламыз. Жақсылап араластырамыз көпіргенше. Миксерсіз жасап істеуге де болады. Егер миксер болса, миксермен жақсылап көпіртіп алғандарыңыз дұрыс. Одан кейін үстіне 1 кесе сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Мінеке бізде қою масса пайда болып жатыр. Және менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Одан кейін үстіне 1 шай қасық толтырып, қопсытқышымызды саламыз. Одан кейін үстіне ұнымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымызды барлығын бірден салмаймыз, аз-аздан салып, қамырымыз қоюланғанша бірінші осылай шанышқының көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Одан кейін қамырымыз қою бола бастағаннан кейін қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды көз мөлшермен саламыз. Ең бастысы сіздің қамырыңыз жұмсақ болуы керек. Неге бізде жұмсақ қамыр иленді. Шамамен бұл печеньеге мен 600-700 грамдай ұн қостым. Мінеке барлығын жақсылап илеп шықтым. Жұмсақ қамыр шықты. Мінеке енді қамырымызды жайып шығамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, астына кішкене ұн себеміз. Қамырымыз жабысып қалмауы керек. Орташа қалыңдықта қамырымызды жайып шығамыз. Егер жұқа етіп жайсаңыздар, сіздердің печеньелеріңіз қатты қытырлақ болып шығатын болады. Олайда жасап балаларыңызға ұсынсаңыздар болады. Егер қалың қылып жасайтын болсаңыздар, сіздерде жұмсақ печенье шығатын болады. Сондықтан өзіңізге қалай ыңғайлы, қалай жегенді жақсы көресіз, соған байланысты қалыңдығын өзіңіздің ыңғайыңызға қарай жайсаңыздар болады. Одан кейін үстіне балаларыңызға қызықты болу үшін осындай M&M'сті үстіне орналастырып шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып аламыз. Міндетті түрде пешіміз алдын ала қызып тұруы керек. Одан кейін қызып тұрған пешке 15 минутқа салып аламыз. Ұзақ ұстамаңыздар. Бұл печенье өте тез пісіп шығады. Мінеке біздің печеньелеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайды. Ас болсын.